мемлекеттен мүлдем зависит еткім келмейді. Өзіңіздің жана оқушылардың қалтасын қарамаңыз. Сіз өзіңіздің бірінші бизнестің жағдайын қараңыз. Қалай масштабируется ету? Масштабируется еткеннен пайда жоқ, баға көтермесе. Сол сіздерде бар, сіз оны жеткізе алмайсыз ғой. Не болады өзіңе? Өгітік болады. Значит, қалтаңда ақша көп болып тұр, комфорт, сосын қалтасы келген үшін алады да. Кімнің неге қалтасы келеді? Әсіресе біздің қазақ даже қалтасы келмесе де ала береді ғой. Кредитке кір. Травманы табу керек. Я крутая, я всем помогу. Мен өз-өзіме әлі көмектескен жоқпын, бірақ қалған барлығына көмектесеміз. Бізде өте қымбат. Не үшін қымбат? Себебі біз сапалы істейміз. Сондықтан бізде очередь тұрады. Сол үшін мен таңдап іріктеп аламын, кіммен істейтін. Мектептен шығамын десе, годовой төлегендер, сіз кассовый разрывке сразу түсіп банкротқа кетесіз. Всем день добрый, ребята! Сегодня, наконец-таки, у нас состоятся разборы, где мы разберем ваш бизнес и покажем, какие есть ошибки в нашем мышлении, в инструментах и в систематизации, которые мы сегодня покажем на примере наших участников. И всем, кто останется с нами до конца, напишет крутой комментарий, мы выберем среди вас победителей, которым подарим диагностику вашего бизнеса. 3 лучших комментатора получат от нас призы. Саламатсыздар ма? Нишам жекеменшік мектеп. 2 мектебім бар. Қай қалада? Қаскелең қаласында. 2018 жылы біз ашылдық, лицензия алдық. Бірінші бастауыш мектебі болып, сосын орта мектебі болып. 2024 жылы біз үлкен 1 гектар жерге мектеп салдық. 4000 квадрат шаршы. Ол жерге толық нені жинадық оқушыларды. Мықты. Қанша бала? 500 балаға дейін қазір оқиды. Молодец. Ал бұрынғы зданияда қазір тек қана қыздар мектебі қойдық. Ол жерде тек қана қыздар оқылады. Енді менде сұрақ болып тұр қазір. Ауылдық мекенде орналасқан, Қаскелеңнің жоғарғы трассасында, Жандосов ауылында орналасқан, үлкен жаңағы таудың өлкесінде орналасқан мектеп. Балаларға өте ыңғайлы, таңертеңнен кешке дейін қосымша сабақтарымен, 3 мезгіл тамағымен ата-ана 90 мың теңге төлейді. Сөйтеді да, сосын қазір енді жекеменшік мектептер көбейіп кетті. Біз ашылған кезде жекеменшік мектеп Қаскелеңде 2-ақ мектеп болатын. Біреусі немере, екіншісі біз болдық. Енді қазір жекеменшік мектептің как бизнес көзі ретінде көрінгендіктен кәсіпкерлер көбінесе жекеменшік мектептерді ашылып, биыл проблема жаңағы субсидирование, жаңағыдай мемлекеттен бөлінетін қаржыландырудың проблемасы көп болып кетті. Тоқталып қалып, біресе беріледі, берілмейді. Тіпті Алматы облысына жекеменшік жаңағы акиматқа қарай сырып жерді. Енді жергілікті орган ғана жауап беретін болды. Басында бізде республиканский финансирование түсетін еді. Енді жергілікті органға жауап беретін болып. Оларда бюджет жоқ. Оларда бюджет жоқ. Сонымен қаржымен де өкіметке байланбай өзім жаңағыдай өзімнің ішінде өзім қайнағым келеді. Ақыры мен аренда төлеп отырған жоқ. Әрбір баланың өзінің бағасын есептедіңіз бе? Қанша шығын кетеді? Шығын кетсем, ол жаңа 90 мыңнан асып тұр. Себебі енді жекеменшік мектеп болғаннан кейін. Енді жекеменшік мектеп емес, енді атын өзгертеміз. Қалай? Мектеп. Қайырымдылық мекемесі деп. Иә. Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, жаңа қайырымдылық мекемесі деген сияқты. Бірақ мен ойладым басында, мен мемлекеттен бір алып отырмын, ата-анадан мен қатты күрес етпейін деп, мен 50 мың теңге болатын айына. Сосын осы жылы 90 мың теңгеге көтерген болатынмын. Қанша адам кетті 50 мыңнан 90-ға көтергенде? Кеткен жоқ. Кеткен жоқ. Значит, не бар? Құндылық бар ма? Құндылық бар. Сапа бар ма? Сапа бар. Ұнай ма ата-анаға? Өте қатты. Ұнамаса қашып кетеді, иә? Демек, біз жиналыс жасап, не істеуіміз керек? Жоқ, мен бағаны көтере алмаймыз. Өйткені контингент, видите, ол жерде ауылдық мекен, жарайды. Жандосовта не болса да, бізде Алматыдан да қатынайтын ата-аналар бар. Бірақ менде өзім шынайы, егер өзіме признаваться етсем, қорқыныш бар. Өйткені ауылдық мекенде болғаннан кейін көп балалар ата-аналар береді, олар 2 баласын, 3 баласын бірден береді. Развозкасы бізде бөлек, и так олар 120 мың теңге төлеп отыр да. Сол үшін мен олардың қамында ойлаймын. Ой жаным ау, сөйтіп біреудің халқының қалтасын қарап отыр сөйтіп. Жоқ, енді мемлекеттен мүлдем зависит еткім келмейді. Басқа да нелерді қарастырғым келеді. Қандай жолдар бар? Ночной клуб аш. Күндіз мектеп, түнде ночной клуб болады. Келіспейді ғой? Жоқ. Келіспейді. Демек, біз не істеуіміз керек? Қалай масштабируется ету? Масштабируется еткеннен пайда жоқ, баға көтермесе. Алматыда ең төмен баға мектепте қанша? Ең төменгі баға, қазір енді бізге бағаны 200 мыңнан асырмау деген сияқты не қойып жатыр.
Алматы бүкіл жекеменшік мектептерде ше. Ал ең төменгі бала 170-150 шығар Алматы бойынша. Сіз қараңыз. Мен сізге 8 баланың әкесі ретінде айтайын. Ең төмен мен төлейтін бір балаға баға 285 мың. Ең төмен төлейтін. И то көп балалы болғасын скидка жасап тұр ғой. 300 мың ғой. 300 мыңнан басталады, ары қарай кете береді айына. Әр балаға. Ол тек қана оқуы. Развозкасы бөлек, тамағы бөлек. 50 мың тамаққа, развозкаға 40 мың ба, 50 мың ба сондай тағы да алады. Әр балаға. Бір үйден шығатын вообще қарамайды ғой. Неше үйден шықса да бәрібір дейді бізге. Ондай менің ата-аналарым көтере алмайды деп ойлаймын. Кетіп қалса сосын тағы да. Сол ғой, кетіп қалса сіз не істейсіз? Жылайсыз ба? Балаларым кәдімгідей результат Кетіп көрсетеді. қалса не істейсіз? Жылайсыз ба? Жоқ, жыламаймын Не оған. істейсіз? Өліп қаласыз ба? Жоқ, Ұят бола ма? жоқ, өкініштік болады. Өкініштік Балаға болады. жалко болады ол Ал үйреніп. егер сіз оларға бағаны көтермесеңіз не болады? Өзіме Не болады өзіңе? үгітік болады. Үгітік болады. Значит, қалтаңда ақша көп болып тұр, иә? Минусқа жұмыс жасай беруге болады. Жоқ, ондай емес. Сондай ғой. Енді қараңыз. Бір баланың өз бағасы қанша дедіңіз? 90 мың теңге. Жоқ, ол сататын бағасы, сіздің өз расходтарыңыз. Расходтармен примерно 120 мың теңге шығады. Молодец. Минус 30 мың. 500 балаға көбейтіңіз. Кәдімгідей болады. Қанша болады? 630 мыңнан көбейтеміз 500 балаға. Қобалжып тұрмын қазір. 15 миллионнан. 15 миллион ай сайын. Минус 15 миллион. Бір сезонда 9 ай ғой. 9 ай оқиды. Вот, 15 миллион 9-ға көбейтіңіз. 135 миллион. Сіз қазір мектеп жауып тастасаңыз, сіз 0-да боласыңыз. Ал егер мектеп жұмыс жасай беретін болса, бір жылдан кейін минус 135 миллион болады. Қайсысы жақсы? Жоқ, жаппаймын. Мен жап деп атқан жоқпын ғой. Жапсаңыз деп атырмын. Баға көтерген. Сонда қайсысы жақсы? Из двух зол выбираем наименьшее. Баға көтеру. Мен білем Аслан баға көтеру керегін, бірақ мен көтермей қалай шыға аламын деп сұраңызшы. Иә, тура дәл солай. Еш қалай шыға алмайсыз. Или спонсор болу керек сіз төлеп отқан. Күйеуіңіз бар ма? Күйеуім бар. Спонсор ма, бай ма? Шаршап кетті ол да спонсор. Көрдіңіз ба? Біліп отырмын қайдан келіп отқан. Ақша бір жақтан келу керек қой. Я, біздер деген жаңағыдай басқа әлемде өмір сүріп жатқан жоқ, физикалық әлемде өмір сүріп жатыр. Если что-то где-то пропадает, значит, оно где-то откуда приходит. Иә. Я босқа кетіп жатқан жоқ. Значит, бір жақтан келіппіз. Значит, күйеуі бар. Күйеуі финансирование жасап жатыр. Күйеуі шаршаған. Күйеуің айтқан шығар, жапшы ананы деп, та? Ол айтып жатыр, қазір мен енді миссиям басқа болып тұр ғой, бала оқытудағы. Қыздар мектебінде менде вообще минус болып тұр. Тек қана қыздар оқиды қазір. Ол ана мектепті салғаннан кейін мен тек қана қыздар қылып қойдым да ол жақта. Ол айтады, қыздар мектебін может сен бірге совмещать етіп жібересің деп, үлкен мектепке кіргізіп. Оған мен қаламаймын, өйткені ол жақта ұлдар да оқиды. Сөйтіп анау минуста болып тұр да. Ол кәдімгі күнделікті тамағы несі, ол жақта бөлек повар, ол жақта бөлек мұғалімдер, сағат саны. Қазір мұғалімдердің зарплатасы тіптен жоғары, жекеменшік мектеп болғаннан кейін сапа болып. Қараңыз, бұл жерде біздің таңдауымыз өте шамалы. Немесе біз ананы қосып, бағаны көтеріп, жаңа кассовый разрывтен шығамыз, немесе сіз дым өзгертпей ары қарай минусқа кіре бересіз де бір күн жауып қаласыз. Бір күн жауып қалсаңыз қанша бала зардабын шегеді? Енді 570 балаға дейін. 570 бала далада қалады. Сіз қалайсыз ба? 570 бала далада қалып, немқұрайлы мектептерге барып, немқұрайлы білім алған. Жоқ, қаламаймын. Сіз қаламайсыз. Яғни жауапкершілік сезіп отырсыз ба? Сезіп отырмын. Мен де қазір сондықтан 570 баладан мейлім 250 қалсын, жартысы кетіп қалсыншы. Жартысы кетіп қалсын, ренжіді, сіз бағаны көтеріп кетіп қалды. Бірақ жартысы сапалы білім алуға лайықты емес пе? Солай ма? Мысалға айтайық, иә? Бізде таңдау бар. Мерседес алу, Тойота алу, немесе Запорожец алу, немесе самокатпен жүру, немесе жаяу жүру. Не үшін адамдар қымбат көлік алады? Жаяу жүрсе болады ғой. Не үшін? Комфорт үшін. Комфорт, сосын қалтасы келген үшін алады да. Иә. Кімнің неге қалтасы келеді? Әсіресе біздің қазақ даже қалтасы келмесе де ала береді ғой. Кредитке кіріп. Сол сияқты сіз
өзіңіздің жана оқушылардың қалтасын қарамаңыз. Сіз өзіңіздің бірінші бизнестің жағдайын қараңыз. Сіз немесе банкрот болып бәрінен айырыласыз, немесе бағаны көтеріп хотя бы жартысынан айырылып, максимум деп айтамын, максимум негізі кетпейді олар. Кетсе көп болса бір 10% кетеді. Жаңағы мен Тараздағы мектепті айттым ғой, Аль-Фараби скул деген. Ол дәл соның кейсін қарасаңыз, дәл сондай ситуацияда да. Ол да сонда, мен ұстазбын, мен балдарға сабақ беруім керек, мен біздің Қазақстанның болашағын дамытуым керек, мен болашақ патриоттарды оқытуым керек, мен тәрбиелеуім керек деп. Мен айтамын, сен кедей болғанда ешкімге көмектесе алмайсың. Біреуге көмектесу үшін сен бай болуың керек деймін да. Себебі ол да сондай жағдайда тұрды да, жаңағыдай субсидия беріп отыр, субсидияның арқасында өмір сүріп отырды да, бірақ қазір субсидирование тоқтап қалды. Тоқтады. Все болды. Бәрі частный мектептің барлығы банкротқа ұшырайды. Бірақ тағы бір жақсы жаңалық айтайын ба? Адам саны күннен күнге көбейіп жатыр. Яғни бала туу өсіп жатыр да Қазақстанда. Яғни мектептің жетпеушілігі бәлеңбай миллион балаға болады да жылдан жылға. Сондықтан бағаны жыл сайын көтеруге болады. Оған менің қазір ата-аналарым 90 мың теңгенің өзіне тікелей маған қарай шығып скидка сұрайды. Сол 90 мыңды көтере алмай тұр ғой. Сол үшін сіз жұмысқа бір овчарканы аласыз. Бар, ондай овчаркалар көп. Бар ма овчарка? Сосын ата-аналарға айтасыз, міне бүгіннен бастап міне мына овчарка директор, аты Зульфия. Сол Зульфия барады да бәрін қырып жояды. Бүгіннен бастап мектептің бағасы 130 мың теңге. Ұнамаса заявление жазып балдарыңызды алып кетіңіз деп айтады. Ондай бар. Вот сондай овчаркаға жүресіз. Сосын ана бүйтіп келеді ғой, ата-ана білмеймін, олар қазір енді бұл деген осындай директор өзі қазір нетіп жатыр, бұл инвестор сатып алды дейсің ба, немене дейсің ба, жайлап өзің роліңді бүйтіп шығарасың. Сен ана Мать Тереза деген ролға кіріп алғансың ғой. Мать Терезадан шығасың да өзің анаған бересің, овчарка басқарады бұл дегенді. Мен 2018-ден бері өзім басқарып, өзім құрылтайшы, өзім директор болып келгем. Осы жылы 2024-тен бастап мен сол директорге, завучтерге өздеріне бердім. Қазір енді үйдемін. Не істесем болады деп. Тағы да бірдеңке істегім келеді да. Міне қараңыз, сіз жеке тұлға ретінде бөлек, және басшы ретінде ол бөлек екі рөл. Сіз екеуін араластырып отырсыз да. Мына жерде сіз адамдарды аяп, не істеп отырсыз? Мать Тереза болып отырсыз. Мать Тереза. Ал мына жерде сіз кәсіпкерсіз. Енді проблема неде? Мына жерде Мать Тереза болудың бір какой-то потребности бар да. Ол үшін психологқа бару керек, соның травманы табу керек. Не үшін? Мен барлығына спасатель болғым келеді деген. Ал мына жерде ең үлкен сұрақ, мен кәсіпкермін бе, кәсіпкер емеспін бе, кім мен деп? Сол ғой. Кәсіпкер емессіз. Сіз мына жерде қайырымды. Енді сонымен Аллах тағала арттырады деп сондай ой қалыптасқан. Еще мына жерде үшінші рөл бар тағы да. Алла тағаламен қарым-қатынас деген. Как будто всем должна. Сіз деген дінді кәсіппен және өзің жеке тұлғаңызмен үшеуімен араластырып жатсаң қашаға боласыз. Мына жерде сіз мұсылман болып, бай болып, көбірек қайырымдылық жасай аласыз адамдарға? Әрине жасай аласыз. Ал мына жерде сіз кәсіпкерлікті дұрыс жасамағандықтан, минусқа кіргендіктен, мына жағынан қайырымдылықты жасамай жатсыз. Мына жақтан тұлға ретінде, жеке тұлға ретінде өспей жатсыз. Барлығы мына жерде мынау кәсіпкерлік не жоқ бізде? Мамандық жоқ деген сөз. Профессионализм. Сондықтан жеке, Аслан вообще бөлек адам. Аслан интроверт жеке. Мен бар ғой, шын айтайын ба? Мен жеке адам ретінде алатын, мен интровертпін. Жалғыз өзім үндемей бүйтіп жүрген жақсы көрем. Бірақ менің кәсіпкерлік жұмысым менен экстраверттік қасиеттерді талап етеді. Егер мен келіп былай айтып, ұрысып, саған көрсетіп тұрмасам, мен мынаумен өзіме зиян келтірем. Кәсіпкерлігіме. Ал мына жерде менің мұсылманшылығым ол басқа. Түсініп отырсыз ба? Мен мынадан пайда көріп, мынаның сол пайдамен мынаның бөлісіп, садақанда, неде басқа да басқа жобалар істеп жатырмын. Бірақ оны ешкімге айтпаймын, көрсетпеймін мен. Сіз сияқты показуха жасамаймын мен. Сіз показуха істеп жатырсыз қазір. Білесіз ба? Адамдарға 90 мыңға деп, мен күштімін деп. Мына жерде эгоңыз көтеріліп жатыр да, бүйтіп нәпсіңіз. Я крутая.
мен халықты қамтамасыздандырып отырмын деп біліммен. А бұлар не үшін скидка сұрайды? Себебі сіз өзіңізді төмендеткен сайын бұлар одан сайын басыңызға шығып жатыр да. Міне қазір қарасам сіз мынандайсыз, бірақ сіздің үстіңізде мынандай 500 бала мойныңызға мініп алған ғой. Бүйтіп сілкіп жіберіп түсіріп жіберіңіз аналарды. Мойнына мініп алған. То есть рольдарды бөлмегендіктен бұл жерде, иә? Сіз ренжімеңіз, мен қатты айтуым мүмкін, бірақ бұл жерде менің мақсатым шындықты айту және көрсету. Айна ретінде жұмыс жасаймын, иә? Сондықтан біз бөлуіміз керек. Өзіңізді дініңіз бөлек, Құдаймен жаңа қарым-қатынас, бұл интимный отношение. Я мына жерде өзіңіздің кәсібіңізбен қарым-қатынас және өз-өзіңізбен бұл не? Және психология. Өзіңіз мать Тереза болғаныңыз. Не үшін сізге бұл? Негізі бұның ар жағында қарайтын болсақ, бұның ар жағы мына нәпсінің ісуі бұл тәкаппарлық. Я крутая, я всем помогу. Мен өз-өзіме әлі көмектескен жоқпын, бірақ қалған барлығына көмектесем. Мені мақтасын, айтсын, ана Айгүл деген крутая деп. Ана Зульфия деген крутая, бәріне көмектеседі, бүкіл ауылды деген білімді оқытып жатыр, несіне атақ үшін жұмыста. Оны айтпау мүмкінсіз, бірақ сондай іште сезім болу мүмкін. Сол үшін шайтан не істейді? Уәсуәс салады. Ой, сен күштісің, сен молодец. Жоқ, сен бағаны көтерсең, ана көп балалар деген білімсіз қалады ғой деп. Қалама білімсіз қалмайды, олар бесплатный мектепке барады да оқи салады. Ақшасы жоқ адам частный мектепке ешқашан бермейді. Бір жерін қысады да отырады үйінде. Балам, бар ана мектепке, ауылдың мектебіне барады да жібере салады. Ақшасы бар адам не істейді? Орта іздейді, солай. Орта іздейді. Сосын не істейді? Сіздің мойныңызға мініп алады. 90 мың, давай тағы сындырайық, давай, көп бала, давай 80 мыңнан істетейік дейді. Сіздің мына эгоңызды бүйтіп шұқылайды да бүйтіп. Түсініп отырсыз ба? Түбі неде жатыр? Тәкаппар адам ешқашан жәннаттың иісін де сезбейді, не то что көрмейді. Яғни сондықтан бұл стратегияңыз сізді ана өмірде де, осы өмірде де нәтижеге әкелмейді. Сондықтан біз осы өмірімізді турап алмай, ана өмірге біз стратегиямыз дұрыс болмайды да. Ал стратегиямыз осы өмірде, ана өмірде бақытты сүру үшін әр рольға бөлек біз талап қоюымыз керек, және сол талаптарды орындайтын бір белгілерді қоюымыз керек те соған жұмыс жасаймыз. Мысалы, сіз білесіз, біз кәсіпкерлерді оқытамыз, иә? Біз жүйелендіреміз. Бізде өте қымбат. Не үшін қымбат? Себебі біз сапалы істейміз. Сондықтан бізде очередь тұрады. Сол үшін мен таңдап іріктеп аламын, кіммен істейтінін. Себебі мен білемін да, менің істеп атқан не үшін қымбат? Себебі бізде мықты локацияларды таңдаймыз, мықты спикерлер, мықты программалар, мықты нәрсені істейміз. Сондықтан сол үшін ол қымбат. Зато мен барлығын нәтижесіне дейін жеткіземін. Ал егер арзан болса, мен жақсы локацияларды таңдай алмаймын, жақсы тамақ бере алмаймын бұларға, жақсы материалдарды бере алмаймын. Мен көмектесе алмаймын деген сөз. Яғни бұларға да зиян келтіремін, өзіме де зиян келтіремін. Сөйтіп біздің компанияда өспейді, олардың да компаниялары өспейді. Ал көп ақша тапсам, мен бай боламын. Мен мына жерде көбірек садақа бере аламын. Мына жерде компаниямды дамыта аламын. Мына жерде өзім жеке тұлға ретінде өзімді дамыта аламын да. Түсіндіре алдың ба? Баға көтереміз ба? Иә. Қаншаға көтереміз? 130. Хотя бы 130. Сіз енді көтергенде асықпайсыз, бәріне көтеріп тастамайсыз. Иә, көтерудің стратегиясы бар. Бір класста қанша бала бар? 20-ға дейін аламыз. 20. Иә, 20 бала бар. Енді сіз келесіде айтасыз. Мен класста 15 балаға дейін класстарды ашып жатырмын. Мына жерде мынау 90 мың тұрса, мынау 130 мың тұрады деп құндылығын беруіңіз керек. Плюс оған қосымша мынандай үйірмелер бір нәрседі қосуым керек мен. Түсініп отырсыз ба? Просто көтерілмейді баға. Одан кейін 10 балаға дейін класстар бар. Ол жердің бағасы 180 мың. VIP класс болады. Сосын оқушылардың арасында бөліну деген болды. Конечно, бөліне берсін. Бәсекелес. Мен әке-шешем төлей алса несі бар? Сіз и так бәсекелес қылып қойдыңыз. Частный мектеп 90 мың, тегін мектеп дәл сондай білім ғой. Сіз не айырмашылығыңыз бар? Жоқ, айырмашылық көп. Сондықтан мына жерде айырмашылығы бар ғой. Түсініп отырсыз ба? Сіз соны құндылығын беруіңіз керек. Біз сөйтіп көтердік бағаны. Одан кейін аламызда мына жерде 250 мың плюс бассейн. Да? Сөйтіп. Міне 300 мың плюс питание деген сияқты. Спортивный питание, тағы бірдеңе деген сияқты. Сөйтіп әртүрлі пакеттер жасайсыңыз ғой. Сөйтіп қарайсыңыз. Сосын бір классқа енгізесіз бұны. Бір класстан процентный соотношение қарайсыз қалай отырған. Сосын екінші класс, үшінші класс. Жайлап, немесе 7-ші класстан жоғары осындай условия. 5-ші, 4-ші, 5-ші классқа мынандай деп сөйтіп бөлу керек. Барлығына бірдей кіргізіп жібере алмаймыз. Себебі бұлар барлығы жиналып алып қайбай шығару мүмкін.
сіз содан қорқып отырсыз ғой. Содан несі амалы мынандай жайлап бір жылдың ішінде көтереміз бағаны. Түсінікті ғой, Сразу резко бір көтере салмаймыз. Бір жылдың ішінде жайлап көтереміз. Қорқынышты ма? Иә, өте. Білемін, қорқынышты екен. Маған да қорқынышты. Мен де осылай бағаны көтере беремін, білесің ба? Мен де квартал сайын көтеремін. Мен де баға постоянно бір жыл бұрын келген шәкірттеріме айтып, алдында деген 2 есе арзан еді ғой деймін. Иә, алдында келсе, бірақ сен тағы да бір жыл ойланатын болсаң, тағы да 2 есе келесі жыл қымбатқа кетеді деймін. Сонда оған неизбыточный мечта, арман болып кетеді да бізге келу деген. Ал біз кетіп бара жатырмыз. Сонда үлгергендер үлгеріп жатыр, үлгермегендер үлгермейді да. Сондықтан сіздің мақсат қаскелеңнің барлығын білімді қыла алмайсыз. Бірінші, оны өзіңіздің тәкаппарлығын алып тастаңыз. Иә. Сіздің мойныңызда емес бұл. Сіздің жауапкершілігіңіз 570 баланы дұрыс нәтижеге жеткізу. Мысалға біздер Әл-Фараби мектебінде біздер есептедік. 84% отличник, 5-ке бітіріп жатқандар. Соның 73% олимпиадник, олимпиадаға қатысады. 52% бесплатно грантқа түседі. Біз сөйтіп есептеп шығардық. Сандар точно не помню, осылаймен. Сосын құндылығын жеткіздік. Сондықтан сіз ойлап қараңыз. Мына жерде арасындағы 40 мыңды берген дұрыс па, немесе ананың ішіне кірген соған сәйкес келе ма, келмей ма деген сияқты сөйтіп түсіндіреміз. Құндылығын жеткіземіз. Бағаны ешқашан біз құнын просто көтере алмаймыз. Бірінші құндылығын көтереміз, сосын құнын көтереміз. Құндылығы сәйкес келмейтін болса, адам сатып алмайды. Одан кейін біз сатқан кезде ешқашан адамды жаңағыдай сағатымен, несімен сатпаймыз, эмоциямен сатамыз. Қандай эмоция сіз бересіз? Ең біріншіден, сен балаң біздің мектепте оқымаса, ертең ауылдың мектебіне барады да, не болады? Наркоман болады, алқаш болып кетеді. Себебі оқымайтын хулиган балдардың арасында оқиды. Иә, содан қорқады адам. Содан қорқа ма? Орта дұрыс деп алып келеді. Орта дұрыс. Сондықтан сен жылына мынандай ақшадан 9-ға көбейтші, қанша болады? 139-ға көбейткенде 1.170.000 жылына сен балаң жақсы ортада болғанын қалайсың ба? Немесе ертең 5 миллиондап оның наркоманияның емдеген жақсы ма? Қайсы? Таңдауың қайсы сіздің? Дұрыс, ортаға беріп, мектепке беріп. Қазір енді жылдың ортасы сентябрь басталып кетті ғой, 1-тоқсан бітейін деп жатыр. Иә. Бағаны көтеру сол 1-тоқсаннан кейін жариялау керек па? Или бір жыл? Алдын ала айтып қоясыз. Алдын ала. Мысалы, қазір айтасыз. Келесі жаңағыдай оқудың несіне мерзімінде осындай болады деп, бағаны өзгертеміз деп. Одан кейін былай істейсіз. Толық мектеп толу үшін қанша бала керек? Мектеп қазір толық. Оны басқаша мен ойладым, 1000 адам сияқты шығады. Мектеп толық болса, онда қазірден бастап кесе беруге болады онда. Онда жарнама бересіз. Очередь тұрады даже. Жарнама бересіз. Сосын айтасыз, кім 150 мыңнан төлеуге дайын деп, 10 баланы жинап аласыз да, одан кейін қалғандарына жариялайсыз. 5-ші класстардың арасынан 10 баланы мектептен шығару керек деген жоспар болады. Сосын аласыз. Біздің баға енді мынандай болды деп қарайсың, қанша адам шығып кететін. Адам шығып кеткен, новыйын кіргізіп жібересің. Сосын тағы көтересің. Онда спокойно союға болады. Сол оқушыларым дайын ғой сол. Жаным ау, ол қазір біз Қызылдағы кәсіпкерлік рөлді айтып жатырық қазір. Недегі емес. Мать Терезаны пока сөндіре тұр. Сосын тағы да бір жаңа айттым ғой, өзім енді қазір делегировать еттім да. Мектеп өзімен өз жүріп жатыр. Мысалы қазір қарасам, енді өзім бос. Минусқа жүре береді өзімен өзі. Иә, өз несімен жаңа ата-аналардың төлеміменен мен зарплатаны беріп жатырмын. Ата-аналардыкімен. Ол ата-аналар жинайды, сосын мен оны зарплатаға беремін. Одан кейін, одан қалғанын мен продукт аламын. Одан қалған комуслугаға төлеймін. Сөйтіп жүріп жатыр өздері. Енді мен қазір мектептен бөлек. Сіз бейтіп жатсыз ғой, аналар ай сайын төлеп жатқан ақша тазамен, олар төлеп тазамен бәрін шығыңыз, минусқа кіріп кетесіз. Бірақ сіз алдын ала аналардың басқа айлардың ақшасын алып жатсыз да, сонымен минус жауып жатсыз ғой қазір. Ол жазда мен годовой оплата төлейтіндер болды. Сонымен жауып тастадыңыз. Енді олар енді қазір былай болады да, егер бұлар мектептен шығамын десе, годовой төлегендер, сіз кассовый разрывке сразу түсіп банкротқа кетесіз. Сол возврат сұрайды ма деп тұр. Содан кейін тағы бізде жазда ақша түспейді ғой. Жазда қандай не істесем болады деп ойлаймын. Қалай ойлайсың? Мен лагерь жасадым 3 жыл қатарынан. Лагерьде бірақ енді қиын жұмысы. Өзім жүрдім сол жақта. Қаншадан? Лагерің арзан болған шығар. Арзан болды. Қаншадан болды? Вообще 150 оқушы жиналды. Қаншадан? 70 мың теңгеден.
Неге жайлап айттың 70 мың? А? Үй алдың ба? Айналайын 70 мың теңгеге үйде тамақ алып қойсаң да жетпейді ғой балдарға. Солай ма? Ананы жеймін, ішемін деп. Ал мысалы Асхат Абжанов деген бар. Оның лагері қанша тұрады? 400 мың теңге тұрады минимум. 10 күндік. Біздің балдарымыз барып тұрады соған каждый квартал сайын. Не үшін? Себебі ол құндылықты басқаша береді да. Ол лагерь бала деген ата-анасынан тек қана құтылу үшін емес, бір құндылық оларға қызық болу керек та. Сол үшін бір барғасын бара бересіз. Бізде де бар, просто соның бағасы. Сол сіздерде бар, сіз оны жеткізе алмай жатсыз ғой. Сол Асхат Абжановтың лагеріне қатыстыру үшін ата-аналар тіпті біздің таныстарымыз бар, Питердан келді ғой, Санкт-Петербургтан келді. Соның лагеріне қатыстыру үшін балдарын 3 баласын ба 4 баласын беріп кетті. Менің көзімше осылай. Не үшін? Себебі жақсы пиар жасаған, дамытқан, неткен. Себебі ақшасы бар. Сондықтан біз өзіміздің жеке өмірімізбен кәсіпкерлікті екі бөлек қараймыз. Жеке өмірде сіз мықты ұстаз, мықты маман болуы мүмкінсіз, бірақ кәсіпкерлікте сізге басшылық, басқаратын тәжірибе жетпей жатыр. Түсінікті ма? Бәрін араластырмау керек. Одан кейін ана рухани құндылықтарыңыз ол бөлек. Ол өзіңіздің Құдаймен тіптіке қарым-қатынастарыңыз. Ол совсем бөлек. Анау анаған, мынау мынаған деген сәйкестігі жоқ бір-біріне келетін. Үшеу үш түрлі. Сондықтан қазірден бастап кесе берсең болады. Күрсініп жатсың. Түсіндім қазір енді. Сізде таңдау жоқ. Немесе қазір соны істеп бағаны көтеріп, жаңа адамдар жаңа бағамен аласыз, немесе сіз түгел бизнестен айырыласыз да, банкротқа дейін барады да. Сіз кәдімгі предбанкротный состоянияда тұрсыз, кассовый разрывте тұрсыңыз, кассовый разрывтың келесі қадамы банкрот болады. Банкрот не деген сөз? Банкрот өзіңіздің қарыздарыңыз төлей алмайды деген сөз. Яғни ана адамдар ақшаны қайтар дегенде төлей алмай қаласыз, және қазіргі шығындарды жаба алмай қаласыз. Соның предбанкротный состояние сіздің диагноз қазір. Сол үшін тез шешім қабылдау керек. Рахмет. Сізге рахмет. Енді жаңаға разбордан кәсіпкерден біз түсінген нәрсеміз, кәсіпкерлік роль бөлек, адам жеке тұлға ретінде бөлек, және Құдаймен қарым-қатынастары бөлек. Соның бәрін араластырып жүреді адам. Ойлайды, мен мұсылман болғасын бәріне обязанмын деп ойлайды. Ондай емес. Ешкімге обязан емес. Бұл жерде кәсіпкерлік бөлек, өзін жеке тұлға ретінде бөлек. Және кәсіпкерлікпен таза санмен, есеппен, эмоциясыз шешім қабылдайтын жер екенін түсініп отырық. Солай ма? А сіз көбіңіз өзіңіздің жеке қарым-қатынастарыңызды бизнеске айналдырып жіберіп отырсыз. Есть внутренняя потребность быть классным, быть красавчиком. Роль сондай, роль бар бәрінде. Мен красавчикпін деген. Бәріне красавчик болу. Тумаластарына қарызға беру. Тумаластар, скорее всего, бесплатно оқып жатқан шығар, нетіп жатқан шығар. Солай ма? Қанша бала оқып жатыр тумаластарыңыздың?